Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен королевский пирог пісіретін боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттардың құрамын төменде описаниеда қалдыратын боламын. Бұл пирогты дайындап көруге 100% кеңес беремін. Дайындалу жолы өте оңай, әрі өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз, кейін үстіне шым-шым тұз салып, оның үстіне қантымызды қосып, барлығын жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Одан кейін үстіне ертілген сары майымызды қосамыз, сүт қосамыз, тағы да барлығын жақсылап миксерлейміз. Одан кейін үстіне қопсытқыш қосылған ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Мен 2 бөлікке бөліп қостым. Сол кезде пирогымыз жақсы көтеріледі. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Сол кезде пирогымыздың қамыры жақсы көтеріледі, әрі нәзік болып шығады. Ұнымыздың барлығын електен өткізіп алғаннан кейін миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болғаннан кейін осылай лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай іс-қимылдар арқылы араластырып шығамыз. Байқасаңыздар, қамыры өте нәзік болып шықты. Кейін қамырымызды бөлек алып қойып, басқа ыдыста пирогымыздың бетіне себетін құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ол үшін қант, май және ұн қажет болады. Үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде пешімізді міндетті түрде 180 градусқа дейін қыздырып қоямыз. Пирогымыздың негізін осылай формаға салып аламыз. Мен осында кольцода пісірдім, диаметрі 20 сантиметрлік. Кейін үстіне өзіңіз қалаған жидектерді қоссаңыз болады. Менде қара смородина, сіз вишня немесе клубника, тағы да басқа жидектерді қолдансаңыз болады. Жидектен кейін үстіне осылай бағана дайындаған құрғақ ингредиенттерімізді салып, пешке шамамен 35-40 минутқа жібереміз. Сіздің пешіңізде басқаша уақытта пісуі мүмкін, сол себептен де құрғақ спашканың көмегімен пирогтың піскен-піспегенін тексеріп тұрасыздар. Міне піскеннен кейін пирогымыз осындай әп-әдемі болып шықты. Пирогты сәл суытып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мен ыссы күйінде кесе бердім. Байқасаңыздар, өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Үйдегілерге ұнады. Сіз де дайындап көріңіздер, ас болсын.